Олимпиада барысында көптеген қызықты партиялар болды. Және Түркия, Қазақстан, Эдис Гюрел, олардың жарқын жұлдызы, және біздің Қазыбек Нөгербек екеуінің арасындағы партияны бірге тамашалайық. Е4, Е5, АТФ, АТС6, ПЛЦ4, итальян партиясы АТФ6, бірақ Қазыбекке қосат вариант көбірек ұнап тұр. Д4 орталық қопарды, ЕД және Е5. Енді біз бұрын бұлай D5 деп жүретіміз. D5, піл B5, ат Е4, ат D4 деген варианттарды бұрын ойнайтымыз. Бірақ қазір заман өзгерген сияқты. Атпен негізгі орталыққа барды. Уәзір Е2 әрине шабуыл жасалынып тұр. Ат С5 және С3. Бұл жерде енді мынаны алудың қажет жоқ, өйткені болашақта қарсыластың аты шығады және жағдай қиындап кетуі мүмкін. Сол себепті артық қылам деп тыртық қылудың қажет жоқ, сарбазды уақытылы қайтару керек. D3 бұл енді өтетін сарбаз шабуыл жасап тұр. Уәзір Е3, піл Е7. Рокировка және D6 біз мына негізгі орталықтағы сарбазға міндетті түрде шабуыл жасауымыз керек. ЕД, СД былай қарасаңыздар қосарланған сарбаздар. Б4 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасауға болады. D5 біз деген мына пілге шабуыл жасап тұрмыз. Піл B5 байлап тастады. Енді бұл жерде енді атты Е6-ға орналастыруға мүмкіндік бар, және атты Е4-ке орналастыруға болады. Ат Е4 деп жүрді. Піл D3 және рокировка. Жедік және жедік. Байқасақ, мына піл, мына ат, мына тура мүлдем іске қосылған жоқ, бірақ артық сарбаз бар. 16 жастағы бала енді теорияны жақсы біледі, бірақ біздің Қазыбекті алдағысы келген сияқты. Піл F6, B5, піл B5 тағы да сарбазбен қимылдап жатыр. Тура E8, бұған таңғалудың қажет жоқ. Тағы бір рет ескертем, бұның барлығы үйде дайындалады, әдемілеп тұрып, неге бұлай істейді, неге бұлай істейді, неге заңдылықтарды бұзады деген сұраққа алдын ала жауап берем деп отқан. Уәзір А4, уәзір А5, жедік. Енді байқасаңыздар, біздің фигураларымыздың белсенділігі жоғарырақ мына сарбаздан, артық сарбаздан, мына сарбаздан әрине артығырақ. Піл Е3, піл Ж4, енді мынау біздің өзіміздің басымдығымыз. Піл Д4, жедік және жедік. Мынау енді бірінші мынау қосарланған сарбаздар, мынау енді бөлініп қалған сарбаздар, мынау оқшауланған сарбаз. Тура Е8, бәлігі ұйықтап тұр, бірақ сонда да қоймайды. Бұлай, тура С8 енді әдемі, Д2 және ат тура Д4. Осымен бүкіл мәселе шешілді. Арғырай бұл партияны қараудың қажет жоқ, аса өткені қызық ішіне болмайды. Бұлай жедік, Д8 соңғы қатардың әлсіздігін әрине ұмытпаймыз. С7 қомағайлар қатарына кірді. H6 жел көзді аштық. Бұлай тура D5 мына сарбазға шабуыл жасап тұр. А4 мынаған шабуыл жасап тұр. Патша H7 бұлай және тура А4. Міне осындай Түркияның болашақ жұлдызы деп айтуға болады. Бұл Эдис Гюрел. Мен бұны астында да көрдім. Мықты бала, рейтингісі 2602. Бар болғаны 16 жаста.